Әңгіменің екінші бөлімі. Жасыл құс ұшып өтетін мезгілде жеткен. Қадір түні әжесі көз ілмей көпке дейін отырып ұршық ерді. Ал Айша ауық-ауық тонын киіп сыртқа шығып келеді. Кейде әжесі де немересінің көңілін қимай еріп шығады. Екеуі аспанның маржандай төгілген жұлдызын арбалып, бірнеше минут тұрады, дірдектеп қайта ішке кіреді. Әже, жасыл құс енді келмейтін шығар, ә? Ол әлдеқашан ұшып кеткен болу керек. Қалқамау жабық па, сені есейсін, көрсе қорқып кетер деп Құдай тағала жібермей отыр да деп күрсініп қойды. Бәсе, дейді Айша ойланып. Әже, мен өскенде жақсы адам болам ғой. Әй, тентек қыз, сен үлкен адам боласың, деді әжесі шаттана. Түсінде қара аспанды жаулап қанатында мың сан маржаны лаулап, жасыл құстың қауырсын сусылы бетін сипай ұшып өткен. Жасыл құстың жарқылы жалт-жалт етіп сәуле шашады. Артынан қуғысы келді, жасыл құсы жалтармай сонау қиырға батып сіңген. Айша жақсы адам болады, бақытты ғұмыр кешеді, оған сенімдеді. Тұрымтай тұсына кеткен алағай табылағай заман туған. Ақша ауысып азықты талонмен тұрып алатын кез. Әке-шешесінің бар тапқан азық-түлікке ғана жететін. 6 баланың қыстық жаздығын алып беретін қаражат қайдан болсын. Сол жылы елде таршылық көріп көп жерді қызыл темір саудалап күн кешкен. Айша бұл кезде 7-шіні оқитын. Сол жылғы таршылық не істетпеді. Айша заманның лебін анық сезініп ерте сейген. Бар ықыласы оқуда. Мектептен бір күнде қалмай сабағына қол үзгісі келмейді. Алайда қыстың қыраулы аязы төніп, жан жүйесіне дейін үрейдің қою тұманы ендеп келе жатқан. Қыстық киетін аяқ киімі де жоқ еді. Айшаның мектепке қалай барады? Үлкен апалары да өткен жылғыдан қалған етіктерін жамап, су кешіп келіп аяқтары сыздайтын. Бұл да қар кешпейін десе де, қай-мыжық қар ауызы ашық етіктен өтіп шұлығын сулайтын. Осыған қорынып жүрсе де мектептен қалғысы жоқ. Бір күні парталас Мәлік досы аяғына мәсі калош киіп келді. Онысына өзі қобалжып ұялар емес. Үзілісте сыныптағы балалар Мәлікті қылжақтап мазақтап та көрді. Ей, аяғыңдағы не? Мәсі киіп алыпты. Атаңдікі шығар, я? Өзін жылтыратып сүртіп алыпты. Мә, қолыңды бер, бірінші рет көруім кемпірлердің мәсісін балалар кигенін деп, жер жебіріне жетіп айта-айта ауыздары талдақыры. Айшаның да ішіне шоқ түскендей қылт етіп ол жүр. Шешесі мектептен қалғың келмесе, менің мәсі калошымды ки деп күнде қақсайды. Бірақ Айша мәсіге қарап қорланатын. Мұны сезген әжесі: Айшажан, кие ғой, оған қорынба. Бұл уақытша, өтпелі кезең ғой. Біз де кезінде не көрмедік, балам-ау, кие бер, ел-жұрт айтса айтар, аузы талып көздері де үйреніп кетеді деп қанағаттандыра түскен. Айша келесі күні Мәліктей жылтыратып сүртіп, мәсі калошты киіп барды. Қыздар жағы мырс-мырс етіп бір-біріне қарасқан. Бірақ заманның запыраны түсінгеннен олар Айшаны мазаққа айналдырып тиісе қоймады. Мәлік екеуі әлдекімдердікіндей етігім жоқ, киімі жоқ деп қыс бойы үйінде жатып алмады. Ол күндерде осы бәрінің санасынан сыпырылған. Айша біледі, сезеді, оның бақытты шағы алда. Мұның бәрі бақытқа жетелейтін соқпақ қана. Соған жұбанады Айша. Ақша бұлттармен көмкерілген жарқын болашағына сенеді Айша. Айды айырлап жылдар жылға тұтасты. Талшыбықтай теңселіп Айша бой жетті. Әжесі бұл кезде белі бүгіліп шаруадан қалған. Айшаның әке-шешесі еншісін алып әжесінен бөлек кетті. Бірақ Айша құданың құтты күні әжесіне хабар алып қыдырыстап көп баратын. Мектепті бітіруге 2 жыл қалғанда әжесі мүлдем аяқ басып жүре алмай қалды. Тіпті құлағы да барған сайын нашарлап, тілі күрмеліп сөйлей алмады. Тек ымдап, сыбырлап әрең сөйлейтін. Әжесінің бар күтім бабы кіші ағасының мінезі кеспектеу келіншегінің мойны артылған. Арсын-күрсін жеңгесінің мінезінен қаймығып, тіпті әжесіне де бара алмай қалатын. Бара қалса әжесі үнемі су берші деп ымдайтын. Бір күні жеңгесі қыдырыстап кетіп, әжесі ағасымен қалғанын естіп барды. Әжесінің қоңырқай көзі мөлтеңдеп Айшаға емірене түседі. Иіскеп мауқын басқасын сыбырмен әлденен түсіндіріп ымдады. Үйде жеңгең жоқ қой, қарағым, жуындыршы деп сыбырлады әжесі. Үсті басым әбден кірленді, тырнақтарым да өсіп кетті. Ертең ана айдың арғы бетіне кетер болсам, ел-жұрт көріп ұятай масқара, балалар жуындырмапты деп беттерін шымшымай ма? Айша айдың арғы бетінің қай жақ екенін бұл кезде жақсы білетін. Әже, өзіңіз тұра аласыз ба? Тұра алмаймын ғой, бірдеңе етіп көтерерсің, деді қырылдап. Мұңлы көздің жарығы сөнгендей, тым алыстан шүңірейіп көрініп кетті Айшаға. Саусағын алып бетіне қойды. Сонда әжесінің сояудай тырнақтарына көзі түскен. Жез тырнақтай тырнақ жер жыртатын болыпты.
қой, бас тартқан болмас, не де болса ағам сыртта жүргенде жылдам суға түсіріп алайын деп бекінді. Кіре беріс ауызғы бөлмеде су жылытып дайындап болды да, әжесін олай аунатып, бұлай аунатып, әрең шешіндіріп алды. Үстіндегі тоз-тоз шыққан ақ желең көйлегін қалдырып, екі иығынан демеп, жамбасын жерге төсеп сүйрей жөнелген. Әлсіз екі аяқ теректей тарайып, жердегі кілем киіздің бұрышын түріп келеді. Маңдайына ыстық тер шып бергенде ауызғы үйге әжесін жеткізді де, жылы су құйылған шараға баладай әуп еткізіп отырғызды. Сәбиді баптағандай әлпештеп, әжесінің мойнынан басынан құшақтап сүйіп қояды арасында. «Ау қарағым», деді әжесі күбірлеп, «бар байлығымды көретін болдың ғой». Айшаның ұяң жүзі құбылып, ұялған сыңай тартқанымен шаруаны жылдан бітірейін деп әжесінің ақ боз көйлегін сылып тастады да, әуелі ақ селдір шашын сулап жуып алды. Сосын үсті басын «Кәне қолтықты ашамыз, кәне мойынды көтереміз, енді арқаны сықылаймыз» деп әр қадамда аузын жаппай қақсап әжесін айналсоқтап жуындырып алды. Шарадағы су сұрланып, қоңырқайланып кірленіпті. Әуелгіде әуп еткізіп шарадан көтеріп алды да, жақсылап құрғатып сүртті. Сояудай сазарып қабаттанып кеткен тырнақтарын қиды. Таза көйлектерін рет-ретімен киіндіріп, қайта жамбасын жерге төсегіне қарай сүйрелей жөнелді. Орнына жатқызып үстін бүркеп тастады. Терге бөккен Айша ауызғы үйді тазалап жинап келгенде әжесі маужырап терлеп жатыр екен. Көзі күлімдеп, аузын болар-болмас жыбырлатты да көзін жұмған. Айша әжесінің не дегенін ұқпаса да іштей жақсы сөз айтып, батасын берген ұқты. Бір аптадан соң мақтадай ұлпа бұлттарға отырып аға әжесі кете барыпты. Айша мектепке жиналып жатыр еді. Алба-жұлба шашы жайылып жеңгесі ебіл-дебіл жылап апам қайтты деп естірткен. Айша үнсіз қыстығып көшеге ытқып шығып айдалаға қашқан. Мамырдың мақпал таңы еді. Көк жүзінде күлімсіреп күн бара жатқан қырдан асып, батыстан бір шөкім бұлт келе жатыр еді шабарманданып. Түзге барып ағыл-тегіл жылады Айша. Аппақ айпаралы аспанның ақ шуағымен қауышып бара жатқан әжесін қимай жылады Айша. Енді анау мектепке барар жолда ақ көйлек ағараңдап белі бүкшиіп әжесі мұны күтіп отырмайды. Енді анау өзеннің арғы бетінде бұл сағынып іздейтін еш мағына жоқ. Енді бұл өмірде өзіне шексіз сүйетін ыстық жүрек жоқ. Туған анасы ешқашан елжіреп аялап, мауқым басып мейірім төкпепті. Есіне сонау бір жылдары әжесінің әңгімесі түскен. 5-шіні оқитын кез, мектептен ұнжырғасы түсіп мұңайып келген Айшаның түнеріңкі қабағын байқап әжесі қасына шақырды. «Айналайын ботам-ау, не болды? Кім ренжітті сені?» «Орыс тілі сабағынан шығып бәрімен мазақ қылды». «Неге? Герасимді жақсы адам емес дейді». «Герасим деген кім, кластасың ба?» «Жоға, Тургеневті білесің бе? Оның мұму деген әңгімесін сабақта өткенбіз. Сол жерде мылқау кісі бар, Герасим деген. Сабалақ итті құтқарып жақсылық жасайды». «А, солай ма? Оны неге жаман адам дейді?» «Үсті басы кір қожалақ, өзінің тілі жоқ, мылқау болса, қалай жақсы адам болады?» деп мұғалім күлді маған. Ал балалар сабақтан шыққасын мені Герасим, мұму деп мазақтай бастады. «Әже, айтшы, тілі жоқ болса, жаман адам бола ма?» «Жоға, тілі бар адамның бәрі жақсы адам деп кім айтты?» «Мұңайма балам, айта берсін, Герасим жақсы адам». Айша үсті басын ауыстырып жатып, өзін көптеген мазалаған сұрақты төтесінен қойған. «Әже, сол Тургеневтің бір шығармасында анау ағамның 8-ші кластық әдебиетінен оқып алдым. Сол жерде бір кісіні ол мына өмірге неге келіп, неге кеткенін білмейтін адамдардың қатарынан еді» деп таныстырады. «Мына өмірге неге келдік, әже, айтшы. Ол адамдардың қатарына менің де кіргім келмейді». Әжесі қадала тыңдап ойланып кетіпті. Сосын асықпай ілбіп басып, бақтағы өрік ағашының саясына қойылған сәкіге отырған. Әжесі алдында үлкен саналы азамат отырғандай сөз бастаған. «Өмір кірпік қаққандай. Міне мен кірпік қағып едім, өмірім өтті де кетті». Әжесі кірпігін қағып қалып көрсетті. «Мен де сендей ойнақтаған қыз болдым ғой. Сәби болып туылып, ақыры саған әже болдым. Анау аспанда ұшақты көрдің бе, зымырап барады. Адам да солай өмірден зымырап өтеді. Сол зымыраның артынан кейде будақ-будақ болып қалады. Ол ұлғайып бұлтқа айналады. Көпке дейін қорғасындай қалықтап жүріп, артынан жауын болып жерге төгіледі. Ал кейде сол зымыраның артынан болар-болмас із қалып, ізім-ғайым жоқ болады. Сол сияқты өмірге адам жақсылық жасап, жақсы адам болу үшін келеді. Ал соны түсінбеген адамдар әлгі адамның сияқты ұшты-күйлі ізі жоқ, баянсыз ғұмыр кешеді. Соны айтқан боташым», деді әжесі маңдайынан иіскеп. «Есің кірейін деп қапты. Ақыл көп, Айшамнан айналайын». Айша көкпеңбек шексіз аспанның кең төсіне қадалып еді. Зымыраның будақ-будақ болып созылған буына көзі түсті.
әжесі кетіп барады екен. 2 күннен кейін әжесін шығарып салуға бір қауым жұрт жиналған. Көз тірісінде қадірлеп, сыйын білмеген жеңгесі бет-аузы домбығып айғайға салып жоқтау айтып жатыр. Еңірескен келіндерге басу айтып үлкендер жағы: «Қой, жамандық шақырмаңдар, бұл той ғой, жасы келіп дүние салды. Қатты дауыс қылмаңдар», деп тыйып салды. Әжесінің жаназа намазы оқылып, денесін көтеріп бара жатқанда жан дүниесі езіліп өксіп жылады Айша. Аяулы жарықтың әр сәті бақыт екен ғой. Аспанда қоңырқай сұр бұлттар жөңкіліп, жылымшы жаңбыр көлкіген жаспен үйлескен. Айша мектебін аяқтап Айбарлы Алатаумен аймаласқан Алматыдағы еңселі оқу орнына келіп түсті. Айпаралы бұлттары Алатаудың ақ шыңдарын жасырған Алматысы құшағын жайып Айшаны ақша бұлттарына отырғызып алып кете барған. Бұл енді басқа әңгіменің желісі. Қазірге Айшаның арманы көп еді. Әжесінің ақ батасы жарылғап жақсы адам болады. Жақсылықтың нұр шашады, бақытқа қол жеткізеді. Әне ана Алатаудың сәукелелі басында үкідей үрпиген ақша бұлттарды көрдіңіз бе? Сол Айшаның бұлттары еді. Әңгіменің соңы. Назарларыңызға рахмет.